Творожныйды құпиясымен бөлісе отырып жасайтын боламыз. Ең алдымен бір ыдысқа осындай ұнды салып аласыздар. Барлық заттың грамдары описаниеда көрсетілген. Енді үстіне қопсытқышты саласыздар және де үгітілген шекерді саласыздар. Міндетті түрде осы шекерді саласыздар. Сосын үстіне бір дана жұмыртқаны салып жібересіздер. Жұмыртқадан кейін холодильникте тұрмаған, яғни 1-2 сағат алдын шығарылған бөлме температурасында тұрған сары майды саласыздар. Міндетті түрде осындай жұп-жұмсақ сары май болуы қажет, достар. 82 немесе 72,5% сары май болуы шарт. Дәл осылай қолмен қамырды жақсылап илеп, бір масса етіп, бір теста шығарасыздар. Тестаның бетін пищевой пленкамен орап, холодильникке қойып қоясыздар. Массаны, бетіндегі творожный массаны дайын болғанша. Көп тұруды қажет етпейді, сразу алып жасай беретін боласыздар. Енді достар, бұл заттарды мен мерекелік дастарханға арнадым. Дәл осы заттардың барлығы менің каналымда бар. Төменде подписаться бөліміндегі қызыл подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Енді творогты алып, блендерлеп, жақсылап масса дайындаймыз. Үстіне бір немесе 2 дана жұмыртқаны саласыздар, лимон шырыны және де лимонның цедрасы, яғни сыртын, кейін үстіне крахмал қоссаңыздар болады. Сосын үстіне шекер немесе сахарная пудра қосасыздар. Және де сливки қосуды ұмытпаңыздар. Сливкидің орнына қаймақ қоссаңыздар да болады, 20%. Сосын блендерлейсіздер. Негізі творожный пирог істейтін болсаңыз, міндетті түрде сізге блендер қажет болады. Блендерсіз де жасай беруге болады дейді, бірақ мен өзім блендерсіз жасаған жақсы творожный пирог көрген жоқпын. Дәл осындай қаймақ сияқты болғанша өте ұзақ блендерлейтін боласыз. Көрдіңіздер, иә? Енді барлығын дайындадық. Ыдыста менде 4 пішті, сіздер домалағын пайдалансаңыздар болады. Енді осыны холодильникте тұрған 15 минут қана тұрды қамыр. Сонда да алып дайындап жая бердім. Қамырға кішкене ұн сеуіп, екі бетіне де ұн сеуіп тұрып жайсаңыздар, өте тез және оңай жайылатын болады. Сіздің табаңыздың көлеміне дейін жайып аласыздар да, дәл осылай бір келке етіп төсеп шығасыздар. Негізі кішкене үгітіліп, ажырап кетеді қамыр, бірақ ештеме етпейді. Ол бір-біріне өте тез жабысады және де ешқандай капризный емес, жақсы теста. Осы тестамен өте көп мясной пирогтарды жасай берсеңіздер болады. Кішкене шекер аз қосып, иә достар, көріп тұрсыздар, жанына қалған қамырларды жалғап, кәдімгі 4 бұрышты жанына бортик жасап, творожный пирогтың тестасын дайындадым. Өте жұмсақ шығады, қыздар. Дәл осылай жасаңыздар және осылай ортасында тесіп қалып кетпеу керек. Үстін вилкамен міндетті түрде тесіп шығамыз. Сосын үстіне творожный массаны құясыздар, бір келке етіп шығыңыздар. Әр жері әртүрлі болса, піскен кезде әдемі көрінбей қалады. Міне көрдіңіздер, енді үстіне ягоды, яғни менде малина болды. Сіздер вишня болсын, смородина, кез келген затпен әсемдеңіз. Олар болмаса ештеме етпейді. Дәл осыны 170 градуста 40 минут, 35 минут көлемде пісіріп аласыздар. Дайын. Каналға кіріп, осы заттардың рецептін міндетті түрде қарап шығуларыңызды сұраймын. Рахмет.